тағы бір азамат Жанболат Дәулетов мырзаны дәл қазір студиямызға шақырайық. Жанболат қош келдіңіз студиямызға. Сөйлесіңіз. Сонымен сіздің ойлап тапқан жолыңыз ол қазақша айтқанда кәдімгі шайтан арба. Солай ғой? Иә, солай. Мысалы мен осы айта кететін болсам, сіздердің барлықтарыңыздың айтып отырған мәселелеріңіз бұлар табиғатқа келтіретін зиян деп түсінемін де. Қазіргі заманда қарасам, үлкеннен кәріге дейін барлығы автомобиль мініп алған, машина мініп алған. Мен соған қарсымын да, өйткені мен өзімнің халыққа ұсынатын өзімнің құралым бұл велосипед. Әрі денсаулыққа пайдалы дейсіз ғой, әрі жанар майды да қажет етпейді. Сіз сонымен кеспедегі жанармай бағасының қанша шарықтап кетсе де сізге ешқандай әсері жоқ қой. Қоймайтын мен. Қаншаға мыңға дейін баса да әсер етпейді. Өйткені бұл велосипед шайтан арба, яғни бұл жаңағы бұрыннан келе жатқан, бұл ешқандай затты да талап етпейді. Мысалы, оның бұзылып қалса, оның жаңағы жөндейтін затын өзің қолдан істей салуға болады, оны эстоға апармайды, мысалы, қазіргі автокөлік тұрақты сияқты емес. Дұрыс қой, енді мақұл еді. Енді Астананың қысында ресептің жүретін ақылға тимейді ғой. Дұрыс қой, енді қазір сіздің айтып отқаныңыз адамның денсаулығын жақсарту туралы мәселе, сол дене қимылын арттыру, жаңағы адамның күш қабілетін арттыру туралы мәселеге жақын келеді. Ал енді қысты күні ресеппен менің өмір басы жүрмесін айналайын. Қанша дегенмен сен айтқанның бәрі көтеріліп жатыр, көтеріліпті. Бір сен үшін дегенде бүгін машинаны тастап айналайын кеш барған ғой. Әбдіқадыр ағамыз енді үлкен ұл қыздары бар. Енді ұл қыздарын балабақшаға апару керек. Қазір сіз жассыз. Сонда балаларыңызды велосипедке отырғызып балабақшаға апару ол қаншалықты қисынды. Олар өздеріне де бір